everyone, how are you today? Good to see you. Welcome to the lesson. Today we have so many interesting things, so let's start. Сәлем достар. Бүгін бізде өте көп пайдалы ақпараттар бар. Бүгін сіздермен біз tongue twister етеміз. Жаңа сөздеріміз бар және де present continuous. Және де present continuous пен present simple мен қандай айырмашылықтары бар салыстырып кетеміз. Онда кеттік. Достар, сабағымызды біз бірінші tongue twister мен бастайық. Tongue twister білесіздер, біз өткенбіз бұға дейін. Tongue twister бізде бұл жаңылтпаштар, скороговорки. Онда бүгін екі tongue twister сіздермен өтеміз. Біріншісі ол I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Мен көрдім марғауылды, яғни котенок, тауық жеп жатқан кухняда. Достар, білесіздер, біз үш методпен айтамыз. Бірінші жай, одан кейін тезірек, одан кейін өте тез. Онда мен бірінші, одан кейін сіздер айтасыздар. Кеттік. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Тура мен сияқты айтуға тырысыңыздар. Кеттік. Егер айтқан болсаңыздар, енді сәл тезірек. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Енді сіз жарайсыз. Тура мен сияқты айтуға тырысыңыз. Енді өте тез. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Кеттік. Жарайсыздар. Жазып алыңыздар. Осыны паузаға қойып, осы жаңылтпашты. Ары қарай жүреміз. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Егер ит аяқ киімді шайнайтын болса, кімнің аяқ киімін ол таңдайды шайнауды? Кеттік, онда бірінші жай айтамыз. Кеттік. Жай айтайын. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Енді сіз енді сәл тезірек. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Кеттік. Енді өте тез. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Бұны да жазып алсаңыздар болады. Сіздерге тапсырма аудио мен телеграмға жіберу, осыны сіздер айтып. Бірінші кезекте жаттап алыңыздар, содан кейін оқып айта салу бәрінің қолынан келеді. Жаттап алыңыздар достар. Бүгін біз сіздермен present continuous деген не екенін өтеміз. Жалпы сіздер осы уақытқа дейін естіген шығарсыздар. Present continuous дегеніміз дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Мысалы, Арман is drinking water. Арман is watching TV. Арман is not eating. Арман is sleeping. Яғни, бұл жерде біздің сөйлемдеріміз қалай құралады? Am, is, are қосылған етістік ing окончаниясы бар. Am, is, are. Am, I am болған кезде жүреді. Is, he, she, it болған кезде is жүреді. Және де you, we, they болған кезде біз қоямыз are. Мысалы, қалай айтамыз? Мен тамақ пісіріп жатырмын деп. Тамақ пісіру cook. I am cooking. Егер болымсыз айтатын болсақ, мен тамақ пісіріп жатқан жоқпын. I am not cooking. ing ұмытпаймыз. Егер сен тамақ әзірлеп жатсың ба деп сұрайтын болсақ, бізде am, is, are алдына шығады. Сонда are you cooking? Сұраймыз, я? Болмаса, сен ұйықтап жатсың ба? Are you sleeping? Егер сен ойнап жатқан болсаң, футбол, я? Сіздер сұрасаңыздар болады. Are you playing football? Қазір мына сөйлемдерді жазып алыңыздар. Мысалы, сіздер сөйлемді осындай қарапайым емес, қайта күрделі жасауға тырысыңыздар. Мысалы, ол ұйықтап жатқан жоқ. Ол тамақ әзірлеп жатыр. She is not sleeping. She is cooking. Және де бізде present continuous-тің өзінің белгілі сөздері бар. Бұл точно present continuous деп айтатын. Олар бізде now, қазір, at the moment, дәл қазіргі уақытта, today деп айтсаңыздар да болады. Present continuous-ті қолданатын өзі үш жағы бар, үш жолы бар. Біріншісі, ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Мысалы,
I am writing my home task. Болмаса, I am having a breakfast. Бұл дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Present continuous'ты қолданудың екінші жолы ол, егер сіз қандай бір нәрсені үйреніп жатсыз ұзақ уақыт бойы. Мысалы, сіздер қазір машина айдауды үйреніп жатсыздар делік, машина айдауды үйреніп жатсыздар. Енді сіздер айтасыздар, I am learning to drive. Мен машина айдауды үйреніп жатырмын. Бірақ дәл қазір ағылшынға қарап отырып, сіз машина айдауды үйреніп жатқан жоқсыз, Сіз қазір үйреніп жатқан болсаңыз да, бірақ қазір оны істеп жатқан жоқсыз. Болмаса басқа мысал, сіз Абай жолы кітабын оқып жатырсыз. Сіз дәл қазір оқып жатқан жоқсыз, сіз осы аптада, осы айда оқып жатсыз. Сондықтан да present continuous'тың екінші қолданылатын жолы ол жалпы болып жатқан сіздің іс-әрекетіңіз. Мысалы, мен қазір тамақ әзірлеуді үйреніп жүрмін. Болмаса, мен қазір сайт жасауды үйреніп жүрмін. Болмаса, мен суретке түсіруді үйреніп жүрмін. Бірақ дәл қазір үйреніп жатқан жоқпын. Және де үшінші қолдану жолы present continuous'ты ол егер сіз қандай да бір нақты жоспар құрып қойған болсаңыз, сіздер айтасыздар. Мысалы, бүгін мен Айнұрмен көрісемін. Today I am meeting with Айнұр. Болмаса, бүгін мен кино көремін. Бүгін кешке мен кино көремін. Жоспарлап қойдыңыздар. Сіз айтасыз. I am watching film today. I am watching. Мен көріп жатырмын. Сегодня я смотрю фильм. Мынандай көремін, Сондықтан да, достар, осы үш жолын есте сақтап алсаңыздар болады. Тіпті жазып алыңыздар. Біріншісі, дәл қазір болып жатқан әрекет. Ол әрекет осы бөлмеде, осы қалада, осы елде, осы жер шарында болуы мүмкін. Мысалы, біз оянып жатсақ, Америкада адамдар ұйықтауға бара жатыр. Яғни ол әрекеттің барлығы жатады. Екінші қолдану жолы ол, егер ол әрекет жалпы болып жатыр, бірақ қазір болып жатқан жоқ. Сіз машинада үйреніп жүрсіз, болмаса қандай да бір кітап оқып жүрсіз, соны айтасыздар. Үшінші қолдану жолы, сіз нақты жоспарлап қойған кезде, сіздер айтасыздар. Яғни, мен бүгін кездесемін бастығыммен. I am meeting with my boss today. Болмаса, мен жігітіммен көрісемін. I am meeting with my boyfriend, girlfriend today. Сонымен, достар, сіздерге қазір тапсырма. Дәптерге 10-15 сөйлем жазасыздар. Болымды, болымсыз болсын, бәрібір. Ең басты мақсат ол present continuous'ты жақсылап тұрып үйреніп алу. Қазір паузаға қойып, жазуға тырысыңыздар. Окей, тамаша. Егер сіздер жазып қойсаңыздар, тамаша. Егер сәл кейінірек жазатын болсаңыздар, ол да жақсы. Ең бастысы упражнение, яғни жаттығуларды еш жібермеңіздер. Осылайша сіздер оны машықтандыра түсесіздер, present continuous'ты машықтандыра түсесіздер. Достар, енді present simple мен салыстыратын болсақ, present continuous'ты қандай айырмашылықтары бар? Present simple ол бізде күнделікті болатын іс-әрекет, болмаса факты, яғни рас немесе өтірік болуы мүмкін. Ал present continuous ол күнделікті болатын емес, қазір болып жатқан іс-әрекет. Мұны түсіну үшін екеуін сіздерге мындай сұрақ. Қалай аударасыздар мына сөйлемдерді? What do you do? What do you do? What are you doing? What do you do дегеніміз, сен немен айналысасың? Немен айналысасың? Чем вы занимаетесь? What are you doing дегеніміз, ол сіз не істеп жатырсыз қазір. Яғни, what do you do дегеніміз present simple, жалпы сіз немен айналысасыз, ал present continuous'та what are you doing? Сен қазір не істеп жатсың? Не істеп жатсың қазір? Телефонмен сұраған кезде сіздер сұрайсыздар. Сіздерге тағы да тапсырма. Present simple қойған сөйлемді present continuous'ке аударатын 5 сөйлем жасау. Дәптерге суретін жібересіздер. Болмаса, телеграмға бірден теріп жіберсеңіздер болады. Мысалы, сіздерге қазір 2 сөйлем көрсетем. I like to drink coffee every day. Мен күніге кофе ішкенді ұнатамын. Present continuous'ке ауыстыратын болсақ, мен қазір кофе ішіп жатырмын. I am drinking coffee. Мен қазір кофе ішіп жатырмын. I am drinking coffee now. Екінші сөйлем. I like to play computer games. Маған жалпы компьютер ойындарын ойнаған ұнайды. Ал егер сіз айтатын болсаңыз, мен қазір ойнап жатырмын деп. Қалай айтасыздар? I am болады конструкция.
I am playing computer games қазір now. Сонымен достар, сіздер екі мысал келтірдім. Дәл осылай сіздер үйде істеп көріңіздерші. Present simple мен present continuous'ке ортақ ұқсас сөйлем, бірақ біреусі continuous деп, біреусі simple да болу керек. Сонымен достар, осы тапсырмаларды үйде орындаңыздар. Сабақтың соңында сіздермен қосымша сөздерді жазып кеткім келіп тұр. Бұл жетістік сөздерді сіздер бәлкім білесіздер, кейбіреуіміз білмейміз. Қазір жазып алайық. Buy a ticket. Билет сатып алу. Call немесе phone. Call your mom. Мамаға, анамызға хабарласу. Dance the tango. Танго билеу. Draw a picture. Сурет салу. Drive a car. Машине айдау. Find a parking space. Машина тұрақтайтын орынды табу. Forget somebody's name. Біреудің есімін ұмыту. Forget, ұмыту. Give somebody flowers. Біреуге гүл беру. Hear a noise. Қандайда бір шумды есту. Help somebody. Біреуге көмектесу. Look for your keys. Кілтіңді іздеу. Look for, искать. Meet, кездестіру. Meet for a coffee. Бір шыны кофенің алдында көрісу. Paint, сурет салу. Paint a picture. Play, chess. Шахмат ойнау. Remember somebody's name. Біреудің есімін есте сақтау. Run a race. Қандайда бір жерде жүгіру, Переган кейтеді ғой. See a film. Фильм көру. Sing a song. Ән айту. Swim in a sea. Көлде жүзу. Take photos. Суреттер түсіру. Talk to your teacher. Мұғаліміңмен сөйлесу. Tell somebody a secret. Біреуге секрет айту. Use a computer. Компьютер қолдану. Wait for a bus. Автобус күту. Достар, сіздерге тағы бір тапсырма үйге. Мынау картинкада, мынау қазір шыққан экранға, және де сіздерге телеграмға да жіберем. Сол картинкадан максимально қанша сөйлем сіздер жасай аласыздар. Бұл картинкада сіздер көп суреттер көріп тұрсыздар. Осы картинка қарап, барынша көп present continuous'ты сөйлемдер жазыңыздар. Сонымен достар, бүгінге сабағымыз осымен бітті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. See you next lesson. Goodbye.